Сәлем достар, бүгін тақырыбымызды бастайық. Барлық адамдардың армандары, жоспарлары, уәдесі болады. Сонымен қатар, ертеңгі ауа райын, бір айдан кейінгі ауа райын айтқысы келеді. Сонымен қатар, бірден шешім қабылдайды. Мен мынаны сатып аламын, мен сонда барамын деген сияқты шешімдер қабылдайды. Яғни бұның барлығы болашақта болатын іс-әрекеттер. Адамның армандары болашақта болады, жоспарлары болашаққа қойылады, уәдесі де ертеңге істеймін деп айтады. Ауа райында, мысалы үшін бізге кешегі ауа райы қажет жоқ қой, болашақтағы ауа райы керек. Міне осындай нәрселердің бәрін біз future simple, яғни келешақ деп атаймыз. Алыс болашаққа не болашақтағы белгісіз бір мезгілде болатын іс-әрекеттерді future simple деп айтамыз. Оның қолданылуы subject есімдіге I, he, she, it, they, you осы есімдіктерге will көмекші етістігі қолданады да оған етістік жалғанады. Достар, етістік кәдімгі етістік жалғанады. Сонымен мысалға I will read an interesting book. Мен қызықты кітап оқимын. He will play tennis. Ол теннис ойнайды. Уақыты белгісіз, бірақ ойнайды. Жоспар. План. I will go to London next summer. Мен келесі жылы Лондонға барамын. Жоспар болуы мүмкін, арман болуы мүмкін. Қысқаша түрде айтсақ, I will read, he'll play, you'll go. Енді плюс формасы болымды түрі. Бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Барлық есімдікке I, he, she, it, will етістігі жалғанады. Өзгермейді. Бәрі бірдей. I will play, he will play, she will play, they will play. Сен ойнайсың, олар ойнайды. Ал негатив форм болымсыз түрінде I will not play, will not, he will not, she will not. Бұны on деген көмекші етістікті қысқартып жазуға болады. Сұрақ белгісінде will you play? Сен ойнайсың ба? Yes, I will. No, I won't. Болымсыз түрде жауап берсең no, I won't болып кетеді екен. Барлық есімдіктерге бірдей қолданады. Яғни I-ға да, Z-ға да, he-ға да won't, will көмекші етістіктері өзгеріссіз қолданылады. Келесі сұрақтарын, яғни бұл жерде сұрау сөйлем алдында да негізгі сұрақтарды қоюға болады. Where will you play? Сен қайда ойнайсың? When will you play? Сен қашан ойнайсың? How long will you play? Қанша уақыт ойнайсың? Көрдіңіздер ме достар? Яғни сұрақ қоятын болсақ, негізгі сұрақтарды will көмекші етістігі ортасында қалып, сосын барып есімдік, сосын барып етістік жалғанады екен. Осы. Ал мынау үстеулер көбіне future simple, яғни келешақпен бірге жүреді. Soon жақында, later кейін, as soon as дегеніміз қалай бітемін, қалай аяқтаймын, қалай барамын, қалай бастаймын. Мысалы үшін мен үйге қалай барамын, солай үйді жинаймын деген сөйлемдерде қолданылады. Tomorrow, tonight, next week, next year, in a month, in 3 days, in 2020. Көрдіңіздер ме? Келесі уақытқа осылай біз үстеулер арқылы жасайды екенбіз. Ал енді өздеріңізді, білімдеріңізді тексергілеріңіз келсе, future simple бойынша описанияға сілтеме қалдырып кеттім. Онлайн тест жауап автоматты түрде шығады. Білімдеріңізді шыңдап, қателіктермен жұмыс жасап алуларыңызға болады. Сонымен қатар менің YouTube каналыма жазылып кетіңіздер. Келесі уақыт бізде future continuous.